Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында KFC-дағыдай крылышкалар дайындайтын боламыз. Сырттары өте қытырлақ, дәмі керемет болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал арнама тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Бізге ең алдымен осындай тауықтың қанаттары қажет болады. Барлығын жақсылап жуып, мінекей көрсеткен жерімнен видеода кесіп турап шығамыз. Керек емес жерлерін осындай шеттерін алып тастаймыз. Барлығын осылай кезек-кезек кесіп дайындап аламыз. Болғаннан соң енді бұл қанаттарды біз мариновать ететін боламыз. Ол үшін бізге тұз, қара бұрыш, ащы қызыл бұрыш және де паприка, соя соусы қажет болады. Барлығын араластырып, жақсылап 2 сағатқа маринадтап қоямыз. Енді панировкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қызыл ащы бұрышты қосыңыздар және де тұз. Дәміне қарай тауыққа арналған приправа қоссаңыз болады. Енді осы ұнымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуіне кляр дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа және де су қажет болады. Жақсылап араластырып қойып, бағанағы маринадталған тауықтарымыз алып, ең әуелі клярға саламыз. Кезек-кезек салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымызға панировкамызге батырып, осылай жақсылап ұныңызды, артық ұнның бәрін сілкілеп тастаңыздар. Сырты осындай қабыршақ тәрізді болып тұру қажет. Қолыңыздың көмегіңізбен жақсылап сілкілеп алыңыз. Мына видеода анық көрсетіп жатырмын. Сырты осындай болу керек. Енді алдын ала қызып, қайнап жатырған майымыздың үстіне осылай тауықтарымызды, қанаттарымызды бір-бірлеп салып, небәрі 7-10 минут көлемде қуырып аламыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер де сізге менің жасаған тауықтың қанаттары ұнап жатса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын баса кетіп, лайк жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.